деген білдіреді. Ал ата-ана ешқашан баламен қарама-қайшы позицияға түспеу керек. Нұрислам қателік жасап қойса, былай емес, былай сөйлесуіміз керек. Балам, не мұны істеген? Негізі ондай жерде былай істеу керек. Сен білмейсің деп қойдың ғой, деп өзіне сенім беру керек. Былай отырған кезде біз бірге мына проблеманы шешуге дайынбыз. Ал былай сөйлескен кезде проблеманы шығарып жатқан сенсің, кінәлі сенсің, және сен жазалануға лайықсың деп біз оны өзіміздің қарсымызға аламыз. Сондықтан мына әрекетпен баланы жазалауға, ұрсуға болмайды. Келесі, әрбір балаға ерекше көңіл аударуымыз керек. Кейбір кезде ата-аналарға мынандай қызық шағым естимін. Ержан ағай дейді андай, 4 баламыз бар. Үлкені 15 жаста, 13 жаста, 10 жаста, 7 жаста, бірақ мынау кішкентай, вообще оңбаған екен дейді. Иә? Неге олай ойлайсыз десем, 4-іне де бірдей қараймын, бірақ мынау тыңдамайды дейді ғой. Құтты болсын, қателігіңіз солау. Балдарға бірдей қарауға болмайды. Өйткені балдар бірдей емес. Мынау сурет әрбір балаға индивидуальный, жеке подход керегін көрсететін керемет бір сурет. Бірдей қарасаңыздар, жағдайлар бірдей болмайды. Бірақ әрқайсының жеке-жеке жағдайын жасаңыздар, онда баланың ерекше дамуына назар аударасыз. 3 баласы болғандар бар ма? 3. Шымкенттің көдесін қолданыңыз. 3. Яғни 3 немесе көп, 3 немесе көп. 4. Қазір ойнаймыз. Кімде көп болса подарок. Береге подарок дайындаңыз. 5. 6. Қайда? 6. Сізде бар? 6 ма? 7. Жоқ, не ана 6 болса да 7 көтере бересіз ба? 7. Алтын алқа ма сізде? Керемет. Шапалақтап қойыңызшы. 7 бар намаз. 8 бар ма? Қазір тұрып шапалақтаймыз. Бар ма 8? Бұйырсын, неге болмасқа, иә? 3 баладан бастап, құрметті ата-аналар, баламен жеке уақыт өткізу керек. Апта соңы, демалыста, паркқа барған кезде, шұбыртып, анау, 7 баланы алып жүру керек жоқ. Енді ең көп 7 болғасын айтқан ғой. Ешқайсысына көңіл бөле алмайсыз. Әрқайсысына айқайлап, ұрысып, қырылып шығасыз. Ренжіп қалады өзінше ол. 3 баладан бастап, талпой былай жүрген неэффективно. Лучше әр апта бір баладан қыдыртыңыз. Бұл апта Нұрислам. Семинарға барамыз, қыдырамыз, ағаны тыңдаймыз, ұштасып барып боламыз. Келесі апта Айгүл, одан кейін Гүлжан, одан кейін Фатима деген сияқты кете береді мысалы. Бір баланы алып, 2 сағат, 3 сағат киноға бару, паркқа бару, аттракционда ойнату, уақыт өткізу, әңгімелесу, вообще бір чипсы жеу, мороженое жеу баламен. Бала үшін қандай үлкен абырой екен білесіздер ме? Мен 7 балам біреу емес, ерекше бір орным бар екен ғой деп қалады да. 3 баланың ішінде, ей, балдар қойыңдар емес. Мен Нұрислам ретінде жеке тұлға екенмін ғой деп өміріне мәз болып қалады. Қалған балдарға олардың өте кейін көңілше травма болмай ма? Тек мақтан болса жоқ. Травма болмайды, өте дұрыс, орынды сұрақ. Өйткені басынан бастап бұны келісіп айтасыздар. Балалар, мен реті келе, аптада 1 рет болуы мүмкін, 2 рет болуы мүмкін, күніге болуы мүмкін, айына 1 рет болуы мүмкін. Әрқайсысына жеке-жеке алып тұрамын. Общий барамыз, той, мой, қыдыру, бірақ жеке алып тұрамын. Сол үшін кімнен бастаймыз? Ең үлкеннен, немесе ең кішкентайдан қатарымен біреу-біреуден алып жүреміз. Ана ретінде де, әке ретінде де. Алматыда осындай бір кішігірім отырыста семинар жасап жатырмыз. Енді біз психолог болғаннан кейін біздің жүрген жеріміз семинар енді. Қонаққа барсақ та семинар, қонақ келсе де семинар, қай жерде жүрсек те семинар. Сөйтіп осылай баламен жеке уақыт өткізу керек туралы айтсам, бір кісі келіп айтады, я ереке дұрыс айтасың негізі дейді. Неге десем, 10 жасар балам бар, ұлым. Жақында случайно амал жоқ бірге Малайзияға барып келдік. Случайно амал жоқ. Баламды бір тәрбиелейін, бір қыдыртайын, психологты тыңдадым, күшті екен, жеке уақыт өткізейін емес. Случайно амал жоқ. Балам жарысқа бара жатыр. Мамасы бара алмады балдармен. Жеке кәсіпкермін, уақытым бар, в принципе, барып келе аламын, бардым дейді.
Енді гостиницада 10 жасар баламен жарысқа барар, келеді, амал жоқ қасына еріп жүресің дейді. Баламды жаңадан таныдым дейді ғой. Оказывается, менің балам мынандай өлең жазады екен дейді. Шахмат жақсы көреді екен. Параллельный класста бір қызды жақсы көреді екен. Өзінің қасында атаманнан анасына таяқ жеп қояды екен. Қандай секретный информация да? Бұл информацияны сіз үйге келіп, так, балдар қалайсыңдар? Мектеп жақсы өтті ме? Аман есен ба? Жақсы да, шуламаңдар, мен тамақ жеймін. Біле алмайсыз ғой. Мен үй жинап жатырмын, бері жүрмеңдер. Қалай, бәрі жақсы ма? Иә, жақсы дейді. Біле алмайсыз ғой. Жеке уақыт өткен кезде осындай сырларын, осындай оқиғаларын бөлісті үйренесіз. Сол кезде балаңызды жақсырақ танып, өзіңізді оған жақын сезіндіре аласыз. Келесі. Қай тәрбие әдісі тиімдірек? Біріншісі дегендер қол көтерсін. Екінші дегендер қол көтерсін. Мен екінші әдіс бойынша балалық шағымда тәрбие көрдім дегендер қол көтерсінші. Бар екен ғой, бұларға памятник қою керек бәріне. Қалғандар получается бірінші әдіс болады, сұрамай қояды. Примерно. Ең тиімді әдіс әрине екінші әдіс. Баланың қателігі жазалау мүмкіншілігі емес. Үйрету мүмкіншілігі. Түсіндіру мүмкіншілігі. Өйткені бала үлкендерге қараған кезде әрбір оқиғамен, әрекетпен тәрбие алады. Сөзбен емес. Отырып алып, так, балам бүгін кішкене уақытым бар еді, бір тәрбие сағат өткізелік. Ұрлық жасама, темекі шекпе, арақ ішпе, бұзық болма, мұғалімді тыңда, әкеңді тыңда, маманды тыңда. Түсіндің бе? Я, бұл түсіндім. Өтірік айтады, ештеңе түсінген жоқ ол. Түсіндім, неге түсіндім деп жатқанды да түсінбей жатыр ғой, негізі былай қарасаңыз. Өтірік түсінген жоқ. Ал жүрген кезде құлап қалды, сындырып қойды, біреуге қатты жауап берді, бір жерде боқта жерді. Бала, сен боғаусыз қылып біледі екенсің ғой? Молодец, тағы бір айтшы деп айтпау керек, конечно. Ол сөз дұрыс емес. Оны айтпау керек. Сен сияқты тәрбиелі балдарға бұндай нәрсе жараспайды ғой. Кім үйретті бұны саған деп, жайлап үйреткен адамды тауып жанын шығару керек. Информация солай алынады. Я. Керемет бір сұрақ. Бірінші тәсіл мүлдем қолданылмайды ма деген сұрақ болып жатыр. Андасында бір баланың жанын шығарып жазалау керек қой. Жанын шығарып болмаса кішігірім жазалау керек, біздің балалық кезімізде, сол үшін психолог болып кеткен шығармыз, кішкентай кезде қатты травма алғам негізі. Әлеке, ешкім айтпаңыз жігіттерге. Чистосердечное признание болайын деп жатыр бұл жақта. Шымкенттің сахнасының төрінде қазір по секрету, мына залдан шықпасын, маған ешкімге айтпаңыздар. Жетінші класспен Русланмен емес, басқа бір оқиғаларда қазір. Кішкентай кезде садикте біз бұзық жасаған кезде бізді бұрышқа қойып қояды. Жаман жек көретін сол бұрышқа тұрғанды. Сол бір комплекс пайда болды. Одан кейін өстім, қазақ түрік лицейге оқуға түсемін. Ауылдан келдік. Қалада оқып жатырмыз, бәрі қаланың балдары, красавчик шетінен сөйтіп амал жоқ, ерегесіп қаламыз, төбелесіп қаламыз. Балдар ұрамыз кейбір кезде, Құдайдың өзі кешірсін. Сөйтіп тәрбиеші класспен футбол ойнап жүрген кезде төбелесіп қаламыз да, мені спорт залдан шығарып жібереді ғой. Шығып бар дейді. Сен ойнамайсың. Енді 13-14 жасар баланы углға спорт залының бұрышына тұрғызамайды, бірақ ойнамайсың шығарып жібереді. Жаман қатты ызаң келеді. Қалай бүкіл класс, достарым, бәрі ойнап жатыр. Мен болсам жатақханада отыруым керек. Сол 2 сағат отырдым. Ашуландым. Балдар ойнап келген кезде анау кімнің кесірінен мені шығарып жіберді, қайттан бар болады орын. Сөйтіп ашуым басылды да, басында. Бұрышқа тұрғызу. Бар ма бұрышта тұрғандар? Баласын бұрышқа тұрғызатындар бар ма? Баланы бұрышқа тұрғызуға болмайды. Адам үшін ең ауыр жаза қоғамнан шеттету. Ең ауыр жаза.
сен жамансың, сен бұзықсың, сен сондайсың, біз жақсымыз. Бармайсың деп ше. Қалай? Бармайсың. Ол да шеттету сияқты. Бармайсың десе, микрофон берші, микрофон. Мысалы, бармайсың деп жазалау сияқты, ол да шеттету ма, қоғамнан бәрі барайын деп жатқан мысалы. Біреуін қалдырып бармайсың десеңіздер, ол да шеттету. Жазаны кесін. Барасың деп алдынан айтып қойып, бірақ дәл сол моментте бармайсың деп болмайды. Обещать ма негізі? Жоқ, тәрбие тәртіпсіздігіне байланысты бармайсың деу проблема емес. Бармайсың деген кезде кіммен қалады? Қасында қалатын, қарайтын, бірге болатын, ойнайтын біреулер болса, қоғамнан шеттету емес. Ал наоборот, біз бәріміз кетеміз, сен үйде жалғыз қаласың. Бұзық болған үшін бұл қоғамнан шеттетілу болып табылады. Өзінің тобынан шеттетілу болып табылады мысалы. Сондай балаларда не болады? Комплекстер болып тұрады, пайда болады. Қоғамнан шеттетілу, ұзақтату, бұрышқа тұрғызу. Бір клиентім бар. Баламды бұрышқа қоямын деп мақтанады да. Неге десем, ұрғаннан жақсы ғой дейді. Кім үйретті деймін ғой оны? Садикте тәрбиешілері бұрышқа қояды. Енді олар тәрбиеші ғой, оқыған адамдар, балабақшада сөйтіп істеп жатса, значит, ол самый гуманный наказание деп ойлайды да, ең жұмсақ наказание. Біз үйде сөйтеміз, бұрышқа тұрғызып қоямыз. Кейде әйелімізбен шай ішкіміз келген кезде, тем более былай. 3 баланы 3 бұрышқа тұрғызып қоясың, рахат дейді, спокойно шай іше бересің. Сөйтіп айтамын ғой кісіге, ана садикті ауыстырсаңшы деймін. Баланың психикасы аман қалсын, садикті ауыстырсаңыз. Кейбір кезде бала тәрбиесі үшін, психикасы үшін садик, мектеп, тұратын жерді ауыстыруға дейін бару керек. Мен мақта жұмысым бар, бизнесім бар деген нәрсе болмайды. Балаңызды постоянно садикте тәрбиеші ұрса беретін болса, мектепте оны постоянно ұра беретін болса, ақша алатын болса, барып айқайлап разборка жасау әрдайым мәселе шешпеуі мүмкін. Кейде мектепті, садикте тұратын жерді ауыстыруға дейін бару керек. Мәселе сол, баланы бұрышқа тұрғызуға болмайды. Қоғамнан шеттету. Неге түрмелер бар? Сен бұл қоғамға лайық емессің, кет деп түрме қой. Түрмадан сау шыққан адам өте аз. Күшті, мен жақсы тәрбиеленіп келдім түрмадан. Ал, давайте қой, қазір істемеуге болмайды екен ғой деп. 99% рецидив болды, 99% шыққандар. Өйткені қоғамнан шеттетілген адамдар қоғамға одан да көп ызаланады. Мен мына қамаудамын, сен күшті өмір сүріп жатсыңдар деген сияқты. Сондықтан баланы бірінші техникада жазалау, баланы ешқашан жазалауға болмайды. Бала сіздің әрекеттеріңізді жаза ретінде ойламау керек. Шектеу ретінде болуы мүмкін. Мысалы, балам сені тісін ауырып жатыр, бір апта бойы біз саған кәмпит бере алмаймыз. Стоматолог не деді, дәрігер не деді, көрдің бе тісін ауырып, бір апта бойы бермейміз. Сөйтіп бір апта уақыт засекать етіңізде, бір апта бермес. Бұл жаза емес, баланы шектеу. Балаға максималды түрде еркіндік мына жағдайларда береді, өзіне және айналасына зиян келтірмеу шартымен. Пышақты алып өзімен ойнап жатса, ол конечно болмайды, зиян келтіруі мүмкін. Немесе пышақты алып нелер бір-бірімен лақтырып жатса, ол жерде болмайды, айналасына зиян келтіріп жатыр. Бір не болған ғой, бір жас келіншек 20-22 жасында бір көзі көрмейді екен, ағып кеткен. Сөйтіп бір мамасынан сұрайды да, мам дейді, менің көзім қалай ағып кетті дейді. Ой қызым, сен сол 3-4 жасар ма, жаман бұзық едің, айтқанын істемейтін. Сөйтіп пышақпен ойнай бердім. Біз саған қой десек те қоймай, қой десек те қоймай, сөз жыламасын деп саған бере салғанбыз дейді. Ойнап жүріп 3-4 жасында көзіне кіргізіп алып пышақ, көз алып береді. Сөз айтады, мам, мен тағы бір жарты сағат жылай берсем жақсы еді сол кезде дейді. Өйткені бала ғой, түсінбейді. Өзіне зиян келтіретін жағдайларда шектету, алу. Және анекдот сияқты. Абайла құлап қалма деген ең ақымақ сөз ғой. Ол Нұрислам жүгіріп бара жатыр да. Балам, абайла құлап қалма. Сол не түсінігі болсын, не түсінігі болсын, абайла құлап қалма. Специально құлауға баратқан боласы. Как будто бір специально құлауға бара жатыр да, в этот раз специально құламай ақ қойшы, сен абайлашы бір кішкене деп айтқызады. Егер балаға денсаулығына қауіп келетін жағдай бар болса, балам ол жерде жүгірме, мына жерде жүгір. Балам мына жерде лестница бар, жүрме, сен көтер жүрейін, ары қарай жүгір. То есть абайлау керек жақтарды ата-ана ойлау керек. Ата-ана көру керек, ата-ана байқау керек. Бала оны түсіне алмайды. Баланың бір жақсы жағы қауіп қатерді сезбейді. Айтады ғой, қорқу сезімі қатты дамымаған.
әсіресе қасында әке шешесі болса, кейбіреулер ойлайды андай, ой мына бала әке шешесі келсе болды құтырып кетеді деп, еркелеп кетеді. Жоқ, әке шешесі болғандықтан өзін еркін сезініп жатыр. Және қорқу сезімі азайып бара жатыр сондай кезде. Мен еркін болайын дейді да, әр қалағанымды, ұнатқанымды істей алайын дейді. Ондай кезде қайтаға баланы құптау керек, молодец деу керек. Байланатын жағдайда баланы қорғау ата-ананың міндеті. Кейде неге барамыз? Магазинге барамыз Алматыда. Үлкен супермаркеттер, продуктовый магазиндер, балдар жүгіреді ішінде. Жүгіреді. Балдарға ешқашан айтпаймын, жүгірмеңдер, секірмеңдер, жүрмеңдер деп. Бірақ кірген кезде байқаймын да, біраз атам дейді, бұл жүгірме, қолын ұста, қасынан кетпе, шықпа. Не бар еще, коляскалар болады ғой, продукциялар. Сол баланы салып алады. Бала түсейін, жүгірейін, ананы көріп, жоқ, отыр мына жерде, қазір бұзып қоясың, бір нәрсені сындырып қоясың деп. Сөйтіп біз баланы шектеп қысып тастаймыз. Балаға еркіндік беру керек. Не үшін солай істейсіз деп бір жолдас баламен кірген кезде сұраймын, бір нәрсені сындырып қойса еді тағы. Математикалық тұрғыда есептейікші деймін да. Кірген кезде баланы бір нәрсе сындыру ихтималі, вероятность, probability дейді ағылшын тілінде. Қанша деймін ғой? Өзі ақылды жігіт, тұрт, где-то бір 10 мыңда бір шығар дейді. Сонда сен 10 мыңда бір болуы мүмкін оқиға үшін балаңды былай қысып шет деп жатсың ба? Ойланып қалып, я дейді. То есть даже 50 на 50 емес, болуы мүмкін, 10 мыңда бір болуы мүмкін. Баланы магазинге кіріп нәрсе сындыру. Сындырған нәрсесі қанша тұруы мүмкін? Продуктовый магазин, мына жерде ең қымбат зат қанша десем, бір нәрсені виноны айтты әйтеуір, 15 мың теңге тұрады екен. Штучно өзімен ең қымбат зат сол. Қалғандары продуктілер. Сындырса бере салсайдың да 1000 теңге, 2000 теңге, 3000 теңге. Ешқандай материалдық зат және материалдық шығын баланың психикасына қымбат және артық емес. Материалдық заттың ақшасын беріп шешуге болады. Бірақ қысыла берген комплекстерге түсіп қалған баланы шығару өте қиын. Біздің қоғамда тағы бір әңгіме айтайын ба? Кісілер сайлауға бармайды екен. Депутат сайлау, әкім сайлау, президент сайлауға бармайды екен да, жалпы. Қызық. Неге бармайсыздар десе? Мына жерде сұрамай-ақ қояйын, кім барады, кім бармайды деп шекасыз білдіріп қоясыздар. Бірақ жалпы бармайды екен. Неге бармайды десем? Мен не аламын барып, менің орныма бәрі шешіп қойған ғой дейді. Кішкентай кезімізден бізге еркіндік берілмеген, таңдау еркіндігі берілмеген, біз қазір сайлауға бармаймыз. Менің пікірім, ойым маңызды емес. Немесе менің ойыма орныма айтақ шешіп қойып, мен тек қана сол айтқан істеп жүре беру керекпін. Дейміз де сонда қоғам қалыптастырып қойғанбыз. Сондықтан баланы максимум түрде еркін жүгірсін, көрсін, ұстасын, мәдениет солай қалыптасады. Бала тәрбиесін бір сөзбен қалай айта аламыз? Кім айтса плиз? Еркіндік. Жақсы, сабақты жақсы тыңдап жатыр екен. Кім айтты? Тағы бір сөзбен. Ау. Төзімділік. Қамау беру. Сүю. Тағы? Поддержка. Мейірімділік. Жаңаша кешіресіздер аузым тұрып жатыр. Мысал болу шығар. Мысал болу, үлгі болу. Ереке, бір келесіде бір столыма бір нәрсе қойып қойсақ мына жерге. Стакан, су ішіп. Келесі келеміз ба тағы? Келеміз ба тағы? Қалай жалпы семья ұнап жатыр ма? Айтып жатыр, шапалақ жасайсыздар. Тойда тамада айтады ғой, шапалақ қылмасындар, шабыт кебейт деген сияқты сол сияқты. Ұнап жатыр екен, түсіндік. Пайдалы болып жатыр ма? Тағы бір шапалаққа жеміз. Ойландырып қойдық па? Мақсатымыз сол. Халық кішкене ойлансыншы деп. Алла разы болсын. Енді осылай сабырмен, төзімділікпен тыңдап, ұнатып, пайда алып жатқанымыз үшін бір-біріңізге шапалақтап қойыңыздар. Шапалақтың бәрін өзіңізге ала бермейді. Жазаламау керек балдарды. Келесі слайдты өтейік. Ая. Жаңа сіз айттыңыз ғой, кез келген материалдық шығын баланың психикасынан артық емес деп ше. Иә. Как минимум, егер мен өзім мысалым, как минимум егер материалдық тұрғыдан өлшесек те, жаңағы 15 мың теңге, оның кейінгі несімен тең емес та. Өйткені менің бір кластасым бар. Ол 2 жыл бойы Европада сағатына 30 мың $30 шығар сағатына